Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Кез келген дастарханның сәні болатын рукколадан ерекше салат жасаймыз. Салаттың жасалу жолы өте оңай, аса көп уақытты қажет етпейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен қызылшаны пісіріп дайындап аламыз. Мен фольгаға орап духовкада пісірдім. Сондай-ақ суға қайнатып пісірсеңіздер де болады. Қызылшаның ортасынан кесіп, майда бөліктерге бөліп аламыз. Бөлшектердің ортасынан кесеміз, сол кезде тарелкада әдемі көрінетін болады. Үлкендей тарелкаға қызылшаларды қойып шығамыз. Көрсетілген мөлшерде бір үлкен тарелка салат шығады. Керегіңізге қарай мөлшерін ұлғайтасыздар. Ендігі кезекте апельсиндерімізді бөліп, қабығын тазалап аламыз. Дәл қызылша сияқты бөлшектердің ортасынан қиғаштап кесіп аламыз. Апельсиндерді қызылшалардың ортасына әдемілеп қойып шығамыз. Салқын суда жуылған рукколамызды ортасына саламыз. Рукколаны ашты дәмі кету үшін салқын суға бір қасық уксус қосып салып қоямыз. Қызанақтарды майда бөліктерге бөліп, тарелкамызға әдемілеп салып шығамыз. Ендігі кезекте творожный сырды қасықпен осылай салып шығамыз. Сондай-ақ творожный сырдың орнына фета сырын төртбұрыштылап турап қоссаңыздар да болады. Салатымызға енді заправкаға соус қажет. Соусқа бізге бір қасық әсел, бір қасық горчица және де 3 қасық зәйтүн майы керек. Соусқа мен зернистая горчица қостым, ондай болмаса кәдімгі горчица қоссаңыздар да болады. Ары қарай апельсинді сығып, шырынын қосамыз. Сондай-ақ лимон шырыны да қажет. Кішкене лимонды да сығып қосып жібердім. Дәміне қарай кішкене тұз қосамыз, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Енді соусымызды жақсылап араластырамыз. Дайын болған соусымызды салаттың үстіне құйып шығамыз. Сондай-ақ салатқа дайын бальзамический соусын құйсаңыздар да болады. Жаңғақты майдалап салатымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Кәдімгі жаңғақтың орнына кедір жаңғағын қоссаңыздар тіптен керемет болады. Салатымыз ұсынуға дайын. Астарыңыз дәмді болсын.